Ассалаумағалейкум, құрметті спорт сүйер қауым. Мен Олжас Сальжанов. Бүгін мінекей жексенбілік демалыс күні кереметтей Дәуке көкпар клубында достық ойын болғалы тұр. Қазақтың ұлттық ойыны көкпар, достық ойын серке бірге көтеріп, қазандықта артта арнайы Франциядан келген қонағымыз Оливье бар. Кереметтей ойын болады. Құдай қаласа бізбен бірге болыңыздар, тамашалаңыздар. Және де кереметте қазақта мақал бар: қара байыр қазанат қара жолда қалдырмас демекші. Бүгін мінекей көкпарда қара байыр аттарымыз бізді қалдырмайды. Как, Оливье, вообще настрой, как ощущения про игру? Немного расскажите. Я в удивлении о том, что как я нахожусь в Казахстане, не могу поделить с вами играть в таком народном спорте, так что я горжусь играть. Мы играем в хорсбол, который очень похож на көкпар. И мы с друзьями из Франции приезжаем несколько раз в год, раз в год, простите, и в Кыргызстан, чтобы играть. И будет в феврале как раз, потому что мы считаем, что спорт достаточно близкий, и мы хотим, что и Кыргызстан, и Казахстан участвовали в Кубок мира в следующем году. А в чем отличие вот хорсбол, вы говорите, и вообще көкпар национальной игры? Чем отличается? В принципе, физический контакт не особенно сильный, как называется, хорсбол. И мы играем с мячем, очень легким. И пасы играем как либо в баскетбол, или в регби. Так что это очень воздушный спорт. Классно, классно. Понятно. Ну, удачи. Хорошей игры нам сегодня. Спасибо. Итак, напоминаю, что у нас специальный гость с Франции, Оливье. Құрметті достар, бұл арнайы жаттығу. Бір-бірімізге серкені осылай бір-бірімізге беріп, қолдың білектің күшін арттырып. Бір минуттық демалыс, содан соң келесі жаттығуға көшеміз. Айда! Осылай міне секіру әдісін үйреніп жатырмыз. Керемет. Көкпар. Замедленный съемка болдығын. Секір. Құрметті көрермендер, мінекей жаттығуымыз аяқталды. Енді көкпар ойыны басталғалы тұр. Қазір Данияр ағамыз барлық әдістерін түсіндіріп, батасын беріп, сонымен бастаймыз. Оливьені алып тасташы. Артын сілкіп жіберсін. Несі шылауын, Енді Бегасылды екі ортадан кір. Бегасылды құртшы. Енді спокойно салдар. Салдар. Бегасылды алып тасташы. Соң қолы өтсе бол салады. Бірінші тайм бітті. Демалып жатырмыз, екінші тайм бұйырса бастаймыз.
Алла разы болсын. Дауки клуб жасай берсін. Көкпар жасасын. Қалай таке енді? Қазақтар алға. Секіріп салған Серкен. Қазақ Тема. Құрметті көрермендер, біздің арнайы Франциядан келген қонағымыз Оливье бүгін мінекей кереметтей Серкені салды. Ваши эмоции поделись на камеру. Очень хорошие эмоции, что мы, ну как, побывали вместе. Да. Ну, конечно, лучше, ну как, в течение команды. Да. Спасибо. Командная игра, Көкпар. Пойдем. Керемет ойын болатыр. Шыны керек, Көкпар деген мықтылардың тартысы ғой негізі. Шыны керек қазір екінші біздің қонақтар тәуекел мінекей барлығы мықты ойын көрсетіп жатыр. Достық ойын ғой, достық ең бастысы. Ойын бітті. Бүгін мінекей Жастар Көкпар лигасының 3-3 составымен ойнадық. Достық ойын болды, керемет. Жігіттер, эмоцияларыңызды бөлісіп. Бүгін расында да Дәуке Көкпар клубында жақсы тартысты ойын болды. Бұл жалпы қазақтың сонау ежелден келе жатқан спорты, ата бабамыздан қалған салт дәстүр, ешкімге ұқсамайтын осындай керемет ойын қалдырған. Және де сол ойынды қазіргі таңда дәріптеп жүрген біздің осы ағаларымызға мыңда бір рахмет. Бүгін аттың жалын тартып мініп өте бір күшті, тартысты, достық ойын болды. Рахмет. Дәуке Көкпар клубқа рахмет. Отдельная благодарность. Нағыз қазақи ойын. Серкені салып, қазандыққа салған ең керемет ощущение. Көкпар жасасын. После игры я могу сказать, что очень видно, что эта игра не выигрывается без команды. Если нет команды, ну как, если не играть вместе, как братья, вообще никак. Так что не горжусь, что я играл с ними, они монстры просто. И играть здесь было просто потрясающе. Спасибо большое. Бүгінгі ойын өте тартысты болды. Есеп есімде жоқ, қазір қанша болған. Дегенмен де жақсы ойын. Барлық қатысқан жігіттерге рахмет. Достарыма, бауырларыма көп рахмет. Алла разы болсын, жасай беріңіздер. Көкпар ойнаңыздар. Осымен біздің тартысты ойынымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған мен Олжас Сальжанов.